Арма қадірлі көрермен, эфирде тұсаукесер. Қатарынан оза шауып, биік шыңдарды бағындырып жүрген мектебіміздің дарындыларын халыққа таныстыратын Гимназия Ньюс бүгіннен бастап сіздермен бірге. Дарынды бала мемлекеттің мықты тірегі. Әр жастың бойындағы қабілетті ұштау мектеп пен мұғалімнің негізгі қызметі. Мектебімізден жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың облыстық кезеңіне 12 оқушымыз қатысып, жеңісті қанжығалап, ауданымыздың мерейін асқақтатып келді. Олимпиаданың облыстық кезең қорытындысы бойынша үздіктер қатарынан көрінген мектеп-гимназиямыз жүлделі 3-ші орын иеленіп, үздік инновациялық мектеп 2025 атанды. Ендеше дарынды оқушыларымызбен сұхбаттасуға мен де асықпын. Көп күттірмей бастайық. Ал оқушылар, өздеріңізді таныстырып кеттіңіздер, қандай пәннен олимпиадаға қатыстыңыздар? Олимпиадаға алғаш қатысуларыңыз ба? Мен өзім таныстырып өтсем, мен өзім Ақылбек Жаннұр, осы мектептің 10-шы Б сыныбының оқушысымын. Осы жылы мен олимпиадаға екінші мәрте қатысып жатырмын. Алдыңғы жылы 9-шы сыныпта алғаш рет бағымды сынап келген болатынмын. Таңдау пәнім қазақ тілі мен әдебиет болды. Алдыңғы жылы жүлделі бірінші орынмен оралған болатын. Осы жылы 3-ші орын алып келдім, мектебіміздің абыройын қорғап. Келесі жылы тағы да 3-ші мәрте қатысып республикаға өтсем деген мақсатым бар. Мен есімім Айнет Абылай, және де мен осы 9-11 олимпиадасына екінші рет қатысуым. 2 жыл қатарынан бірінші орынды алып отырмын. Бірақ осы жылы осымен қатар республикаға жолдама алдым, және де қазір қызу. Не себепті бұл пәнді таңдадыңыздар? Мен 10 сынып оқушысымын. Менің мамандығым IT болғаннан мен информатика пәнін таңдадым. Мен Сейітова Гүлмайра, мен 11-ші Б сынып оқушысымын. Мен бұл олимпиадаға 3-ші жыл қатарынан қатысып, ауданнан орын алдым. Менің өз таңдау пәнім орыс тілі болғандықтан, менің бұл пәнге деген қызығушылығым басқа пәндерге қарағанда жоғары. Олимпиадаға дайындық кезінде қандай дайындық әдістері ең тиімді сіздер үшін? Олимпиада дайындық кезінде көбінесе әдістемелік құралдар және де әртүрлі кітаптар қолданған дұрыс деп санаймын. Кітаптар саны көп болған сайын сенің дайындығын әртүрлі жақтардан дами бастайды. Мысалы 9-шы класстың кітабы, 10-шы класстың кітабы болатын мазмұны әртүрлі, және де Атамұраның, мысалы Алматы кітаптың, әртүрлі баспалардың беретін ақпарат әртүрлі да. Және де олимпиада дайындық кезінде сен теориялық турды емес, және де практикалық турды да дамытқан дұрыс. Потому что практикалық турда сен өзіңді аша білесің, және де теориялық сұрақтардан да қателеспеуге ықтимал көп. Бұл процесте мұғалімдердің рөлі қандай? Менің есімім Бақтыбай Алия, мен 9-шы Г сыныбында оқимын. Мен ағылшын тілі пәнін таңдап, 3-ші жүлделі орынмен келдім. Мені дайындаған ұстазым Гүлдария Сағадуллақызы. Ол мені өзінің сабағы сайын дайындайды, және менің айтқым келетіні әр мұғалім өз оқушысына уайымдайды және уайыммен қарайды, және ол өзінің әдістемелерін өз оқушысына үйретеді, және ол оқушы осы әдістемелердің арқасында ол болашақта осы мұғалімінің кеңестерімен жақсы орын алуына үлкен мүмкіндік бар. Жақсы. Жеңіске жету жолында қандай қиындықтарға тап болдыңыздар? Менің есімім Мұхамбет Айбану. Мен 10-шы сынып оқушысымын, және олимпиададағы таңдау пәнім ағылшын тілі болды. Олимпиадаға дайындық барысында уақытты басқару өте қиын болды, өйткені мектеп бағдарламасымен олимпиадаға дайындықты алып жүру қиын. Әрине, олимпиадаға қатысқан әр баланың өзінің қобалжуы болады. Алайда мұғалімдер мен ата-ананың қолдауының арқасында бұл қиындықтарды өткердік деп ойлаймын. Мектеп талантты оқушыларды қалай қолдайды? Менің есімім Есентүге Диляра, 11-ші А сынып оқушысымын. Олимпиададағы таңдау пәнім қазақ тілі мен әдебиеті. Осы пәндер бойынша олимпиададан жүлделі 2-ші орынды иелендім. Біздің мектебімізде талантты оқушыларды
мектебіміздің мақтанышы ретінде үнемі қолдап отырады. Мысалы, біз олимпиададан келген кезде мектебіміздің директоры және де мұғалімдер, оқушылар болып, бізді жүлделі орын алып келген оқушыларды әдемі құшақ жая қарсы алды. Сіздер үшін нені білдіреді? Бұл жеңіс мен үшін көп нәрсені білдіреді. Бұл жеңіс арқылы мен республикалық деңгейге жолдама алдым. Және де республикалық деңгейде өзім бағым сынауым мен үшін үлкен мәртебе. Және де республикалық деңгейде мен ауданның емес, облысында атын қорғап барам. Және де өзімнің болашақ мамандығымда бұл жеңіс маған көмек береді деп ойлаймын. Себебі ОПТ тапсырғанда да мен жоғары балды алам деген ойдамын. Қандай да бір ұстанатын қағидаларыңыз бар ма? Менің өмірлік қағидам ол жеңіс табандылық пен еңбектің нәтижесі. Жақсы. Сіздер сияқты жеңіске жеткісі келетін оқушыларға қандай кеңес айтасыздар? Бұл олимпиадада өздерінің бағын сынап, қатысқысы келетін оқушылардың саны көп деп білемін. Және де осындай оқушыларға мен ең алдымен мақсат қойыңдар деп айтар едім. Ең бірінші мақсат қойып, оны болашақ мамандығымен байланыстырып, немесе нақты таңдайтын мамандығын қойса, жылдан жылға бір пән таңдауымен жоғары жетістіктерге жете алады деп ойлаймын. Жылдан жылға оның тәжірибесі артады деп ойлаймын. және де ең екінші ол айтарым кеңесім жоспар құру, яғни мектеп пен олимпиаданы мектеп бағдарламасының пәндерімен алып жүру қиын. Айбан айтқандай, екеуінен тепе-теңдік ұстау үшін ең бірінші уақытты үнемдеу керек деп ойлаймын. Яғни жоспар құрып, күннен күнге сабақ уақытынан кейін кешкі уақытта, яғни өзіңіздің бос уақыттарыңызды жоспарлап, осы олимпиадаға жауапкершілікпен қарауларыңыз керек деп ойлаймын. Себебі сіздер мектептің ғана емес, ауданның атынан бақтарыңыз сынайсыздар, одан кейін өтіп жатсаңыздар, облыстың атынан шығасыздар, сондықтан жауапкершілікпен қарап, ең бірінші уақыттарыңызды үнемдеу керек деп білемін. Және де мұғалімдермен жұмыс тек қана мұғалімдердің қолы босамаған кезде олардың ақыл кеңесімен олардан тәжірибе көп болады. Жылдан жылға қаншама оқушыларды облысқа немесе республикаға дайындайды. Сондықтан мұғалімдермен көбірек жұмыс жасау, олардың тәжірибесімен алмасу, және де тек мектеп бағдарламасындағы кітап оқулықтармен шектеліп қалмай, қосымша ақпараттар ғаламторлардан немесе басқа баспалардың кітаптарымен дайындалған дұрыс деп ойлаймын. Және де өзіңізге деген сенімділік. Өйткені олимпиадаға қатысушыларда қобалжу деген көбінде кездеседі, барлығында бар. Олимпиаданың нағыз уақытында қобалжулар көп болады, ойыңды жинақтай алмауы мүмкін. Сондықтан ең бірінші өзіңе сенімділік және өзіңді еркін ұстап, өзіңе деген сенімділігіңді арттыруың керек. Және де осындай сеніммен сен жалпы оқушылар өздерінің бақтарын жақсы сынап, биік шыңдардан көрінеді деп ойлаймын. Оқушылар өте бір керемет сұхбат болды деп ойлаймын. Ал Абылай, жолың болсын. Сен облыстың атынан республикалық олимпиадаға қатысып бақыңды сынай келіп жатырсың. Саған сәттілік тілейміз, жеңіспен оралуыңды тілейміз. Көп рахмет сіздерге. Әрқашан жолдарыңыз ақ болсын. Тек биік шыңдарды бағындырып жүре беріңіздер. Иә, бала жұмбақ әлем ғой. Оның бойындағы қабілетті көзінен байқап, айналасы баулып жіберсе, жұлдыздай жарқырай түседі. Ал жарқыраған жұлдыз мектебіміздің ғана емес, елдің атын шығаратыны сөзсіз. Әр бала жұлдыз, әр бала дара. Келесі кездескенше сау болыңыздар.